Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Күллі мадақ мақтаулар Аллаға болсын, сүйікті пайғамбарымызға сансыз салауаттар болсын. О кісіге игілікті ілескен барша момын мұсылмандарға, сіздерге, біздерге Алланың есендігі болсын, берекеті болсын. Алла тағала мәжілісімізді қайырлы қылсын, пайдалы білім берсін баршамызға Алла. Алланың мешіттеріне, әрбір басып келген қадамдарыңызға берекет берсін Алла тағала. Мынау кеше шет жағасын бастап айттық. Біз қасиетті харам айларына кірдік. Алла тағала Құран кәрімде «Инна иддата шухури индаллахи ithna ашара шахран фи китабиллахи йаума халақас самауати вал ард». Көктер менен жерді Алла тағала жаратып жатқан кездегі Алланың белгілеген айының саны 12 дейді Алла тағала айтады. Олардың ішіндегі төртеуі құрметті харам айлары дейді. 4 ай бар екен. Қалған 8 ай не істесеңдер, соны істеңдер демеген екен де Алла тағала. Бірақ мына 4 айда өте сақ болыңдар деген екен. Бұл 4 ай, міне біз бүгін отырған, біріншісі, міне бүгін кіргеніне мен сіздерге тошынысын айтайын, неше күн болғанын. Бүгін Зүлқағданың 8-шісі екен ғой. Бір апта өтіп кетті ғой. Зүлқағда айында отырмыз қазір біз. Осы ай харам айларының біріншісі. Екіншісі Зүлхиджа. Бұл қажылық ай. Келесі ай Құдай қаласа 20 күннен кейін кіреді. Одан кейінгі үшіншісі Мухаррам айы. Осы үшеуі қатарынан тұр былайынан. Тарс. Мынау 11-ші ай, мұсылманша күнтізбе бойынша біз 11-ші айда отырмыз ағайындар. Келесі ай бұл 12-ші ай. Яғни жыл соңы болды уже. Сөйтіп жаңа мұсылманша жыл басталады, бұл Мухаррам деп аталады. Негізі жалпы біліп жүрсін деп айтып жатырмын. Неге? Қазір айтам неге екен. Құдай қаласа келесі айда Зүлхиджа айында. Бұл қажылық айы. Қажылыққа баратын кісілер бар шығар араларыңызда. Құдай қаласа қажылық айы, Алла тағала қажылық айын 12-ші айға қойып қойған әдейі. Пендесінің 11 ай бойы жасаған нәрсесін тазалау үшін дейді ғалымдарымыз. Қателіктерін тазалау үшін. Одан кейін Мухаррам жылдың ең алғашқы, одан кейінгі 4-ші ай Ережеп деп аталады, құрметті бауырлар. Ережеп ай екен. Міне осы 4 ай Алла тағала Құранда өзі бекіткен, харам деп құрметті деп бекіткен Алланың айлары. Түсінікті ғой? Енді бұны неге айтып жатырмыз? Себебі Абдулла ибн Аббас деген сахаба айтады. Осы айда жасалған жамандық бұл еселенеді дейді. Мына 4 айда жасалған жамандық бар ғой, еселенеді дейді. Дәл сол сияқты бұл айларда жасалған жақсылық та еселенеді дейді. Абай болу керек деп жатыр ғой. Сондықтан бұл айларда Алла тағала міне біз соның ішінде отырмыз деп айтайын деп жатқам ғой. Соның ішінде отырмыз. Абдулла ибн Масуд пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сахибына алей дейді. Жаңағы екі аяқ киімін көтеріп жүретін кісі болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Абдулла ибн Масуд деген сахаба. Сол кісі риуаят еткен хабарда айтады, Алла тағала 4-еуден таңдады дейді бәрін. Күндерден 4-еу, айлардан 4-еу, әйелдерден 4-еу, сосын неден 4-еу? Жәннатқа ең алғашқы болып кіретіндерден 4-еу, жәннат ғашық болып күтіп отқандардан 4-еуін таңдады дейді Алла тағала. Міне осылай барлық нәрседен Алла тағала 4-4-тен таңдады дейді. Енді сол күндердің ең біріншісі таңдаған Алла тағала бұл жұма күні дейді. Күндердің Алла тағала таңдаған күндердің ішіндегі ең алғашқысы бұл жұма дейді ағайындар. Жұма білесіздер иә? Алла тағала қасиетті еткен күн. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ол күні бір сәт бар, сол сәтте пенденің дұғасы қатар келсе жаңағы сәтпен, онда не дүниелік не ақыреттік мұқтаждығы қайтарылмайды дейді. Сол үшін бұл күн қасиетті екен. Міне Құдай қаласа ертең жұма. Біз жұмаға кіріп кеттік өзі негізі, шаммен кіріп кетеді адам жұмаға. Демек жаңағы уақыт ол білмейміз, қазірде болуы мүмкін, Алла біледі. Или ол жатарда ма, или бүгін түнде ма ол? Әлде ертең таңда ма? Ешкім білмейді ғой, Алла, ешкім білмейді.
Алладан басқа ешкім білмейді. Бірақ біз не деп айтамыз? Имам мінберге шыққан кезде, құтпа оқып жатқан кезде, және екінті мен ақшамның ортасында дейді ғалымдарымыз айтады. Бірақ бұның барлығы не ол? Болжамдар, дұрыс айтады. Бұның барлығы көзқарастар ғана. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам точно шам мен асырдың арасында жұманың сәті жоға дұға қабыл болатын сәт деп айтпаған пайғамбарымыз. Біз тек ықтималдылықпен сақ жүрсін деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтпай қойған уақыт. Егер бізге айтып қойса бар ғой, онда сол кезде ғана жиналып дұға қыламыз да, содан кейін біреулер жұмаға да келмейді тасыр дейді. Біз уақыт қабыл болатын уақытта қылып алдық дұғаны дейді да. Деу мүмкін да, көрдіңіздер ма? Енді сол қасиетті күннің жаңағы қасиетті болуының бір себебі не екен бауырлар? Бұл пайғамбарымыздың хадисіне сай екен. Ол күні бір сәт бар, пенде дүниелік немесе ақыреттік мұқтаждығын Алладан сұрайтын болса дейді. Любой деп тұр ғой. Дүниелік или ақыреттік, любой. Сол сәтке қатар келсе, Алла оны қайтармайды дейді. Міне бүгін кірді уже. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жұмаға қараған түнде маған не істеңдер дейді. Маған көп салауат айтыңыздар дейді пайғамбарымыз айтады. Маған көп салауат, сендердің салауаттарың маған жетеді, мен жауап беремін дейді, әрқайсысыңа жеке-жеке жауап беремін дейді. Алла өйткені менің салауат айтқан кезде жауап беру үшін рухымды денеме қайтарады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Қалай бар, солай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ва алейкассалам ва рахматуллахи сәлем беріп жауап қайтарады сіздерге, біздерге, бәрімізге. Көбірек айтыңдар дейді, жұманың түнінде, жұмаға қараған түнде көбірек айтың. Бір сахаба отырады да, Алланың есі дейді, сен шіріп кетпейсің ба дейді, шіріп. Ертең өлесің мысалға, шіріп кетпейсің ба, қалай жауап қайтарасың десе, пайғамбар айтады саллаллаху алейхи уассалам, Алла тағала пайғамбарлардың денесін қабірде шіруге харам еткен дейді. Пайғамбарлардың денесі өзге адамдардікіндей емес, шірімейді дейді. Біз тек, өзін айтып жатыр, мен тек сендердің салауаттарыңа жауап қайтарып отырамын дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Сондықтан бүгінгі жұма құтты болсын баршамызға. Мына сәтке еште деп айтайын, тура келіп қалсын біздің жаңағы дұғамыз, тілегіміз. Құдай тағала осы сәтке бізді келтірсін. Ақыретіңді ойласаң, жұмадан қалма деп ауылда бір жолдас балам айтатын еді. Сол міне ең бірінші күн бұл қасиетті жұма күні. Алла тағала таңдаған күндердің ішіндегі біріншісі дейді. Екіншісі қасиетті күн Алла тағала таңдаған күндердің ішіндегі қайсысы дейді? Қадір түні дейді. Дұрыс айтады. Кім айтты қадір түні деп? Мен күндер дедім ғой, түндер деген жоқпын ғой. Қадір түні деген түн ғой ол. Мен күндер деп жатырмын да. Дұрыс айтты. Екінші Алла таңдаған қасиетті күн бұл Арафатта тұру дейді. Арафатта тұру, Арафат күні дейді. Арафа дейді. Біз Арафа деп айтамыз оны елде. Елде Арафа бұл ауызбек етеміз бір күн, дұрыс па? Ол негізінде қажылықтағы кісілердегі жаңағы дұғасы қайтарылмайтын күн. Қажылыққа барғандар бар ма іштеріңізде? Үлкен қажылыққа. Үлкен қажылыққа барған кісілер жоқ па? Ойбай, барыңыздар. Иншалла деп жүрсіздер ма? Ол иншалла мен шаруа бітпейді, бірден айтайыншы. Адамның өзінен бір талпыныс болмаса болмайды ол. Енді жалпы қажылық, құрметті бауырлар, қажылық ол парыз. Кімге парыз? Денсаулығы, дәулеті бар адамға парыз қажылық. Қажылыққа немқұрайлы қарамаңыздар. Бізде именно екі құлшылыққа немқұрайлы қарайды. Именно екеуіне. Өйткені анау жаңағы біреу екеуі де дәулетке байланысты да. Ақшаға келген кезде бар ғой. Қойшы енді айтпай қойсын. Қараңыздар, зекетке қажылыққа бізде немқұрайлы қарайды. Зекетті де есептемейді, қажылыққа да мән бермейді. Білесіздер ма? Бұл екеуінің азабын естігенсіздер ма? Қандай болатындығын, азабының? Зекетін бермейтін байлардың Алла тағала
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам миғражға көтерілген кезінде бір қауымды көрдім дейді. Олардың алдары да арттары да мүшелері бітеліп қалған дейді. Бітеліп қалған дейді. Олардың артынан және алдынан екі ілмешек ілінген екі жаққа қарай тартып жатыр дейді. Олар қойлар сияқты маңырап, сиырлар сияқты мөңіреп, боздап жатыр дейді, түйелер сияқты дейді. Әй Жабірейіл, бұлар кімдер деп едім? Бұлар сенің үмметіңдегі зекетін бермеген байлар деп айтты дейді. Бұл бірінші жазасы. Екінші жазасын айтады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Қиямет күні зекетін бермеген байларды бір жерге жинайды дейді Алла Тағала. Сөйтеді де олардың аяғынан бастап жылан оратады дейді. Жылан аяғынан бастап оралады. Ол жыланның көзінің үстінде қара дағы бар дейді. Ол дағына қараған кезде ананың жүрегін жарады дейді қорқыныштан. Ана дағы қорқынышты дейді ананың үстінде. Көзінің үстінде қара даг. Сөйтіп ол жағының тұсына дейін оралып келеді дейді. Жылан бар ғой, сен аяғыңнан бастап оралмақ түгіл, жылан алдыңнан өтіп кеткен кезде денеңнен рухың шығып кетеді кәдімгідей. Көргенсіздер ме? Жыланмен кездескендер бар ма? Бетке-бет келгендер бар ма? Жыланмен ешкім жекпе-жекке шыға алмайды ғой. Не қашасың, не күрек тауып ұрасың. Әйтеуір өте суық хайуан жылан. Өте суық хайуан. Сол сіздің не то что қасыңыздан өтіп кеткен, ол аяғыңнан бастап оралады дейді. Жағыңның тұсына дейін келеді дейді. Сөйтеді де мен сенің дүниеде жақсы көрген, бермеген малыңмын, зекетіңмін деп жағының тұсынан шағады дейді пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтеді де айтады, өздерің жинаған мал мүліктерін сендер үшін хайырлы екен деп ойламаңдар дейді. Тәубе сөзінің аятын оқиды. Бәлкім кейбіреулерің үшін хайырсыз деген аятты оқиды. Көрдіңіздер ме? Сол үшін де осы екі құлшылықпен бізде қатты салғырт қарайды. Мен білем, осы сіздер өмір сүріп жатқан қоғамда мен де өмір сүріп жатырмын. Зекет бұл парыз, кәдімгідей парыз, мойныңнан түспейді. Биыл бермедің ба, келесі жыл беруің керексің. Мойнынан түспейді, мынадай болып тұрады, Рамазанның оразасы сияқты. Кімге парыз? Кімнің 40 қойы болса, 30 сиыры болса, 5 түйесі болса, немесе жаңағы 85 грамм алтыны болса, сол мөлшердегі ақшасы болса, немесе 85 граммға бағаланатын аты жылқысы болса, осы адамдарға зекет парыз ағайындар. Енді біреудің мал дүниесін есептемейміз ғой, бірақ жаны ашығаннан айтып жатыр. Зекеттеріңізді бермесеңіздер де өзінің беретін жері бар. Құранда айтқан 8 жері бар, соған берсеңіздер болады. Зекет жинап алғысы келіп айтып отыр екен деп ойламаңыздар. Просто жаңағы ситуацияға түседі адам. Бұны бекер айтқан жоқ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сол сияқты қажылықта пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның не дейді? Ұмытып қалыптым хадисін нақты. Алла Тағала қажылыққа шамасы жетіп тұрып бармаған кісілермен назарын салмайды дейді. Есеп қисабы ауыр болады дейді ол адамның. Көрдіңіздер ме? Сондықтан қажылық кімге парыз? Оны өтеу керек ағайындар. Оны өтеу керек. Умра енді ол өз алдына, енді ол умра ол нәпіл құлшылық. Ол бармаса да ешкім күнәһар болмайды. Бірақ баратын болса, онда Алла оны не істейді дейді? Келесі умраға деген күнәсін кешіріп тұрады дейді. Келесі умраға тағы бір баратын болса, Алла оны аяқ астынан байытады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кім байғысы келсе не істесін дейді? Умра жасасын дейді. Бұл хадисі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан мынау қажылық туралы айтайын десек, бармаған екен де көбісі. Бірақ барыңыздар, әрекет жасаңыздар. Мынау бір ағам бар мен Шымкентте, таныс жақсы араласатын. Соның жолдас баласы бар да. Ол жолдас баласы, инстаграмды бүйтіп, енді ана кетіп қалған жағдай ше. Ақтарып отырып бүйтіп. Ұнаған қаласын скриншот жасайды екен бүйтіп. Шытырық скриншот жасайды да, сөйтіп секретаршыға айтады екен, осы қалаға билет ал деп. 2011-ден бері қақсап келатым дейді. 2011-ден бері. Бүкіл әлемнің қаласына барып біттің ғой. Бір умраға барсайшы, қажылық деп жатқан жоқ. Мысалы, бір умра жасасай, қалай қағыбаны көрмей кетесің ертең. Құдай қаласа бір деп айтады. Осы Құдай қаласа ғой бәрінде де. Ешкім айтпайды Құдай қаламаса деп. Бәрі сөйтіп айтады. Құдай қаласа.
Бірақ Құдай қаласа деген ол өтірік. Адам ішінен өзінің барғысы келмей тұрып, аузынан Құдай қаласасы шықса, адам күнәһар болады, білесіздер ме? Өтірік Құдайға жала жабу болады бұл. Ішімде дым ниет жоқ баруға. Кіріп шықпайды да. Құдай қаласа барайын деп отыр. Құдай қаласа осы, Құдай қаласа. Ол адам не болады? Өтірікші болады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан Құдай қаласаңыз, шын Құдай қаласа болу керек ол. Міне, баруға әрекет жасау керек. Заман тыныш тұрған кезде, баяғыда Құнанбайдың заманындағыдай малыңды өзің айдап апаратын заман емес қазір, Аллаға шүкір. Бір отырасың, рейс. 6 сағатта сол жерде боласың. Құнанбай бабамыз 8 ай жүріп барған ғой, 8 ай. 120 адам болып барған. Мәшһүр Жүсіп атаның кітабында айтады. 8 ай өзінің құрбандыққа шалатын малын өздері айдап апарған, subhanallah. Қазір малыңды тиеп аэропортта өтпейсің, рахат. Малың сояқта, рахат, дайын. Даже сен берген ақшаның ішіне кіріп кетеді малың. Барса, кешігіп қалған ғой қажылықтан. Барған, кешігіп қалған. Енді қараңыз, Арафатта тұру, міне, Арафаттың екінші Алла таңдаған күн Арафатта тұру. Арафатта тұру қажылықтың ең үлкен парызы. Кімде-кім Арафатта бір сәт тұра алмай қалса, онда оның қажылығы бұзылып кетеді. Сөйтіп оған келесі жылы қажылық жасау қайтадан міндетті болады. Бұлар кешігіп қалады, сонымен не істейді енді? Давай қалайық дейді енді, осы жерде келесі жылы қажылыққа дейін қаламыз дейді. Ішінде мықты кісілер бар, қазақтың даналары бар, ғалымдары бар, байлары бар. Сөйтіп сол жерде бір жыл қалады ғой. Енді біз қарап жатамыз ба дегенде Меккенің әкіміне кіріп жер сұраған. Бермеген, сатып алайық, айналайын бір сиырдың терісі жайылатындай жер берсең болды бізге. Мына көріп жатырық, өзбек ағайындардың жаңағы қонақ үйі бар екен. Тәжік ағайындардың қонақ үйі бар екен. Қазақтан да бір қонақ үй болсын дейді Құнанбай атамыз айтады. Сөйтіп ана жерде жаңағы жақсы енді деп бір сиырдың терісіндей болатын болса, онда бір аса үлкен жер емес қой дейді ғой өзінше жаңағы әкім. Қайдан білсін қазақтар олардан қатты мал соятын. Ана теріні тарта беріп, нормальный жерге апарып тастаған біздің қазекеңдер жаңағы. Әкім шок жаңағы. Өлә, сендер біраз жер алып қойыпсыңдар ғой. Сиырдың терісі деп едіңдер ғой. Көрдің? Сөйтіп сол жерден Құнанбайдың Тақиясы деген қонақ үй салған. Кешегі Совет үкіметі кірем дегенге дейін тұрды, ол қонағы кейін Құдай жар болсын. Міне кетті ма, сол Арафа күні айтайын деген, мен қаяққа кетіп қалдым я. Екіншісіне, Алла тағала таңдаған екінші күн Арафа. Арафатта тұрып пенделер, Арафаттағы дұғаның соншалықты маңыздылығы, құрметті ағайындар. Енді барсаңыздар көресіздер ғой. Арафаттағы дұғаның соншалықты маңыздылығы песім мен асырды қосып оқуға жалғыз сол жерде рұқсат етеді болды. Уақыт жоқ, не істеу керек? Дұға қылу керек, жылау керек ана жерде. Жылай алмасаң, жылай алмағандығың үшін жылауың керек. Өйткені сен қайтадан Арафатқа келесің ба, келмейсің ба, Алла біледі оны. Көрдіңіз ба? Арафат бұл Алла тағала таңдаған күн. Неге десеңіздер, қызығын қараңыздар. Алла тағала сол күні періштелеріне мақтанады дейді өйткені. Әй, періштелерім қараңдар деп айтады. Қараңдар. Менің пенделерім шаң-шаң дейді. Бет-ауыздары күйе-күйе, күс-күс болып табандары дейді. Малдарын алдарына айдап Арафатқа қарай келе жатыр дейді. Жердің шар тарапынан. Қандай керемет көрініс. Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк. Алдына малдарын айдап жатыр. Иннал хамда ван ниъмата лака вал мулк ла шарика лак. Кім осы сөзді айтса дейді пайғамбар саллаллаху алейхи. Мына сөзді кім айтса лаббайкана дейді. Оның даусын естіген әрбір тас, тал, топырақ сол адам үшін қиямет күні куәлікке өтеді дейді. Ол аз болып қалар дейді пайғамбар. Ол аз болатын болса дейді. Күн шығатын жақпенен күн бататын жақтың ортасының барлығы ол адам үшін куәлікке өтеді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көрдіңіздер ме? Сондықтан осы сөзді айтуды, баруды насіп етсін, көруді.
Міне Арафат деген жаңа пенделері сондай шаршап, ләббайк Аллахума деп келе жатыр. Жаңа малдарын айдап. Алла тағала періштелерге айтады дейді. Көрдіңдер ма сендер? Көрдіңдер ма мен пендемді? Періштелерге мақтанады дейді Алла тағала. Періштелер көрдіңдер ма пенделерді? Именно періштелерге айтады Алла тағала. Өйткені солар ғой әңгіме айтқан біз жаратылып жатқан кезде. Мына қан төгетін, бұзғындық жасайтын адам жаратып жатсың ба деп кім айтты? Періштелер ғой айтқан. Міне періштелер дейді. Қан төгіп бұзғыншылық жасайды дедіңдер ғой сендер. Қараңдар. Қан төгіп жатыр ма мыналар? Барлығының бір тілегі Алла, Алла деп келе жатыр дейді. Куә болыңдар сендер дейді. Мен мына Арафатта тұрған пенделерімнің барлығын бүгін кешірдім деп айтады екен Алла тағала. Міне Арафа күні Алла тағала таңдаған ең ұлы күндердің бірі екен. Екіншісі екен ғой, екіншісі. Түсінікті ғой, бұл екеуі де жұмада кешіріледі, Арафатта кешіріледі. Енді бара алмай қалғандар не істейді елде? Арафа күні май соймай чару кам. Ораза ұстайық та. Арафа күні бара алмай қалғандар ораза ұстайды. Оған 2 жылдық не жазылады дейді? Сауап жазылады дейді. Өткен жылғы және алдыңғы жылғы күнәларын Алла тағала кешіріп тастайды. Бір күндік оразаға. Сол үшін Арафатта ертең уже ораза ұстауымыз керек. Оны мешіт несі айтады, ұжымы Құдай қаласа. Бұл екінші күн болса, үшінші күн Алла тағала таңдаған қасиетті күндердің үшіншісі бұл яумун нахр деп аталады. Не екен? Құрбан айт екен. Құрбан шалынатын күн екен. Аллаға құрбан айт күні пенде құрбан шалудан артық амалмен, басқа амалмен жақындай алмайды дейді. Тек құрбан айт күні құрбан шалудан артық жақсы амалмен Аллаға ешкім жақындай алмайды дейді. Демек құрбан айттағы ең ұлы амал не екен? Ораза ұстау. Емес қой. Айтсаңыздар, құрбан шалу деп айтпайсыздар ма? Құрбан айтта ораза ұстау харам ғой, рұқсат етілмейді. Айт қой, тойлау керек қой оны. Демек не істеу керек екен? Құрбан айтта құрбан шалу керек екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам құрбан шалған малдың ең алғашқы атылып шыққан қанымен иесі кешіріліп кетеді дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Қандай мал болса да, ешкі салсаң да, қой шалсаң да, сиыр, түйе шалсаң да, қайсысы болса да қызық емес. Ана атылып шыққан алғашқы қанмен иесі кешіріп. Ол аз болатын болса дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадистерінде айтады, үстіндегі жүнінің, талының санындай соншалықты сауап жазылады дейді. Не деген, ана қойларда вообще бітесіп атады жүндер, білесіздер ғой, жүн көп ода. Сауап та солай көп болады да. Мал ірі болған сайын, одан сайын көп болады да. Сол үшін құрбан айтта баршамыз не істеуіміз керек екен? Шамамыз жеткенше жетеді шамамыз. Шамамыз жетеді. Өтірік андай атмосферада қою керек негізі. Болмайды. Қазірден бастап күніне 1000 теңгеден жинасаң, міне 30 күн уақыт бар әлі бізде. 30 күнде 30 000 теңге болады. Тура сол құрбан айттың алдында премиальный бірдеңе қосылады да 20 000 теңге береді, сонымен 50 000 теңгеге бір қой алуға болады. Или бір ешкі алуға болады. Сөйтіп құрбан шалуға болады. Қаша береміз негізі, құрбан шалудан қаша береміз. Құрбан шалудан қашуға болмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шамасы жетіп тұрып құрбан шалмағандар біздің намаз оқитын жерімізге келмей қойсын дейді, кетсін бар дейді. Осындай хадисі бар. Өтірік оқиды деп жаңа. Сөйтіп құрбан шалмай жүрген адамдар дейді, келмей қойсын дейді, мына жерге келмей қойсын дейді. Барсын дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Өте ауыр хадис негізі бар ғой. Сондықтан құрбан айтта құрбан шалуға әрекет жасау керек. Құрбан шалғанда да әдемі мал шалу керек Аллаға, әдемі, дәу мал шалу керек. Семізін барынша лажы болса. Енді шама жеткенше ғой енді. Жақсы малдан шалу керек. Алла тағалаға сендердің шалған малдарыңның еті де, қаны да жетпейді дейді Алла тағала айтады. Мына жердегі тақуалықтарың ғана жетеді дейді. Ана малды таңдап атқан кездерің жетеді дейді Алла тағала. Малды таңдап атқанда ішіңде қандай ой тұр, сол ойың жетеді дейді Аллаға, тақуалығың жетеді дейді. Пайдет осы ма? Пайдет. Осыны не қыласаш?
Главный шал жібесек болды, мазаны алып жібет бар ғой. Пайдетіңа сай, пайдет сауап беріледі да. Бұған да пайдет бере салды. Пайдет болмайды Аллаға. Алланың жолына беретін нәрселерің өте әдем. Астатқа болмасын дейді Алла Тағала. Әдемі нәрсені беріңдер дейді. Алланың жолына Аллаға не беріңдер дейді? Ең жақсысын беріңдер дейді. Алла Құранда айтады, Али Имран сүресінде, ең жақсы нәрсесін беріңдер Аллаға. Құдағайға да таңдағанда, ойбай, өлтіріп таңдаймыз ғой. Құйрығы селкілдейтін жаңа, бауыры құйрық жегізетін жаңа, ауыздарына тығып. Надай нелер бар, жамбастары бар, малдар, қойлар таңдаймыз. Оның қасында Алла, әлбетте мысал ретінде онымен жүрмейді Алла. Демек сол жаңағы жақсы малды не істеуіміз керек екен? Құрбаншылыққа таңдауымыз керек екен. Аллаға беретін нәрсе әдемі болу керек екен. Қазірден дайындалсаңыз, құрбан айтқа дейін бір мал әшейін тұр ғой. Әшейін тұр. 7 адам болып бірігіп, дәу бір мал шалса да болады. Дұрыс па? Бірақ сақтық бұл жерде неде болу керек дейді? Сақтық ниетте болу керек. Ағам дұрыс айтады. Сақтық ниетте. Алтауының ниеті өліп тұр, Алла үшін деп. Алла үшін деп өліп тұр да, біреуі ет үшін ет алып келіп тұр десе, ана алтауының құрбандығының бытышын шығарады дейді. Көрдіңіздер ме? Өте не болу керек екен? Сақ болу керек екен. Енді 7 адам болып шалуға болады, бірақ тексеріп алу керек. Сен точно Құдай үшін бе? Түрің біртүрлі болып тұр ғой сен осы ет деп. Деген сияқты жаңағыдай ниеттерін бір-біріне қылып алу керек, тексертіп алу керек екен. Алла болса өзің шалған тыныш қойса, өзің ғой енді, ішіңді білесің ғой өзің шалған жақсы. Сондықтан мынау 7 адам болып шалса да болады деп жатқан бұл. Міне, яумуннах, Аллаға ең қатты жақындайтын амал сол қасиетті күннің қасиетті болу құрбан шалуымен екен, құрметті ағайындар. Анас ибн Маликтен келген хабарды айтады. Ұмытпасам, Абдулла ибн Аббас, 2 сахабаның біреуінен айтады. Қайсы бір пенденің табаны Сафа менен Маруаның ортасынан өтетін болса дейді. Сол табан Сират көпірінен аман есен өтеді дейді. Қаяқта екен ол? Меккеде ғой, қажылықтың рәсімінде. Сафа менен Маруа бар. Ажар анамыз жүгірген 7 рет. Сол Сафа менен Маруаның арасында жүгірген табандар Сират көпірінен аман есен өтеді дейді. Сондықтан міне құрбан шалу бұл иншалла өзіңнің алдағы рахатың ғой. Өзіңнің шамың ғой, алдыңнан жағып алу керек қой. Біз ертең балам істейді, бәрін балаңа қалдырып, балаң істей ме, істемей ме, гарантия жоқ ше. Точно істей ме, істемей ме. Сіз істемеген нәрсені балаң қалай істейді ертең ол? Әке көрген оқ жонбай ма? Сіз шалмаған құрбандықты әкем атынан деп балам шалады деп жатсыз ба? Құрбан айтты, Құдай біледі не істеп жүретін, басқа нәрсе істеп жүре ме? Сондықтан өзіңіз баратын жақтың шамын өзіңіз жағып алған жақсы болады ше. Біреуге сеніп керек емес. Жаңа шамды өзің жағу керек. Ахмад кім еді ойбай? Ахмад Шурайғи деген ба, бір Йеменде үлкен ғалым болған екен. Атта есіне шығып қалды. Ахмад Шурайғи болу керек. Сол кісі бір күні балаларын айтып, енді жағдай жақсы кісі екен да, балаларын айтып отыр дейді, балаларым, ертең мен олай-болай болып кетіп жатсам, міне жасым үлкейіп тұр менің. Мен мынау дүниемнен мешіт салып, менің атыма бір не қылыңдар, үлкен бір садақа болсын, жария садақа деп отыр дейді да. Балалары, хоп әке, болды әке, Құдай қаласа өлсең мешіт саламыз әке. Балалары өстіп отыр дейді. Қаяқтан ол? Соны ана Ахмад жаңағы сол сабақтың уақыты болады, осы шам мен құптан ортасында сабақ береді екен. Қызметшісі екеуі шығып кетеді, сол жаңағы әңгімелесіп болғаннан кейін сабақ береді, құптан оқиды, сөйтіп қайтып бара жатқан кезде қызметшісі де күйдірген ана шам бар ғой, ол кезде не жоқ қой жаңағыдай енді. Бүйтіп жағып алып жүретін жаңағыдай. Фонарик жоқ та, май шамның кезі ғой. Май шамды бүйтіп артынан жағып келе жатыр екен да, жаңағы қызметшісі ше қасында. Ана өзінің көлеңкесіне өзі сүрініп жаңағы ғалым өліп қаласындайды ғой. Енді үлкен жас үлкен кісі ғой, тұрады да, жынтсың ба дейді ғой. Алдыңнан жақпайсың ба, арттан жаққан есі адам, өлтіресің ба сен? Десе жаңағы қызметші келіп, қалай екен арттан жаққан деп айтады дейді. Күйдіріп тұр ғой енді ананы. Не ол, қалай екен деген, не ол десе,
ойбай балаларың үйіп төгіп әдем беріп жатыр дейді да, әке ойбай өлсең мешіт саламыз артыңнан бүйтеміз. Сен точно гарантия бар ма дейді, балаларың өлгеннен кейін сен дүниеңе мешіт салатын, өлген бойда қырылады ғой балаларың дейді да, бөлісе алмай. Міне көріп жатсыздар ғой қазір сондай оқиғаларды. Соның ішінде жүріп қой біз қазір, куәсі болып. Алматыдан Шымкентке ұшып бара жатсам, бір ағамыз келіп тұр, Нұрсұлтансың ба дейді. Я Нұрсұлтанмын дедім. Уағыздан тыңдап тұрам дейді. Я рахмет, Алла разы болсын. Танысып қойып осындай дейді. Жақсы. Өзіңіз кім боласыз десем, адвокатпын дейді, бірдеңемін дейді. Оқ дедім. Маған да материал керек, короче. Осы бізде мирас мәселесі қалай болып жатыр дедім да. Бөлуші жаңағы әкеден қалған малды бөлу. Ұстаз, сіз сұрамай қойыңыз, мен айтпай қоя салайын дейді. Бір-бірін соттап атқан бір әке бір шешеден туған бауырлардың саны, әпкелі сіңірлердің саны былай дейді. Бір әке бір шешеден туған дейді. Бір-бірін соттап атыр дейді. Ана үйді дүниені аламыз дейді. Ох дедім, бірден келеді осындай қиссалар ойыңа, бірден келеді осы кезде. Көрдіңіз ба? Сіз кеткеннен кейін сіздің балаңыздың сіздің дүниеңізбен не істейтіндігін ешкім білмейді. Жақсылыққа жұмсаса жақсы, бірақ күнәға жұмсаса, сол күнәсіне серіктес болып жатасыз сізде. Ештеңе істемейсіз, просто азабын тартып жатасыз қабірде. Көрдіңіз ба? Ана малды балаңызға тастап кеткендігіңіз үшін. Или дұрыс тәрбие бермегендігіңіз үшін. Бала шағама деп өліп жатыр ғой қазір. Құрбан шалмайды сол үшін де. Бала шағама деп өліп істеймін. Көрдіңіз ба? Ал ертең не болады? Сен өзің аяққа тұрған кезде де дымнан тұрдың ғой, жоқтан тұрдың ғой. Ауызды берген Құдай балаңа ризықты да өзі береді ертең иншалла. Балама деп жинап жатсыз. Дайын асқа келген балаңыз, ешбір қиындықсыз ақ саусақ бала, ол малдың қадірін біле ме, білмей ме? Көп жағдайда біле білмейді. Енді бәріне топырақ шашпаймыз, көп жағдайда біле білмейді. Көрдіңіз бе? Өйткені ода маңдай тері жоқ қой, оның маңдай тері жоқ қой. Сол үшін мынау жаңағы ана кісіге жаңағы кісі бар ғой, шалынып құлаған Ахмет Шөреев. Үйге барғанда сразу өзі мешітті бастаған дейді да. Шырағымды өзім алдымнан жағып алайын, құрсын артымнан жаққан шырақ болмайды екен деп айтады дейді. Көрдіңіздер ме? Сол сияқты мен ертең балам шалады деген нәрсе болмайды. Өзіңіз шалу керек, өзіңіз шалу керек құрбаншылықты. Аллаға жақындайтын амалдарды сіз өзіңіз жасауыңыз керек тірі күніңізде. Сіз кеткеннен кейін болды, оның бәрі қалады енді. Даже сіздің еске алудың өзі бір 10 күннің арасында бітеді уже, болды. Одан кейін қайғы да басылады. Жылына бір рет еске алса алады, алмаса ол да жоқ. Көрдіңіз бе? Сондықтан мына дүниеде сіз бар кезде, өзіңіз бар кезде жасау керек бәрін. Міне енді жаңа қажылықта көбісі бармаған екен. Енді құрбан айтты дұрыстап өткізейікші деп жатырмын да, енді құрбанды дұрыс шалыңыздар деп жатырмын да. Көрдіңіздер ме? Құрбан айтқа да біз немқұрайлы қараймыз, өйткені мен білем, көбісі шамасы жетеді, шалмайды бірақ. Білем, мен өзім өмір сүріп жатқан ортам білем қандай екен. Сондықтан мынау Алла жолында құрбандықты шалыңыздар. Айтам ғой, мен Алламен шыншыл болсаңыз, Алла сізге малды өзі-ақ әкеп береді, өзі-ақ. Просто мына жерде ниет болса болды, шалам деген шын болу керек, бірақ Құдай қаласа шалам деген болмайды. Құдай қаласаң қою керек уже болды. Құдай қаласаң көбісі өтірік болып кеткен қазір. Босқа күнә арқалап жатсың ше. Кәдімгі серьезно Құдай қаласа болса, онда болады. Сондықтан шалам деп ниет қылсаңыз, Алла өзі әкеп қояды, малды алдыңызға әкеп қояды өзі. Қалай келген білмейсіз малдың бар ғой. Алланың құдіретіне сол кезде тәнті боласыз кәдімгідей. Неге баяғыдан бері өсіп келген, қанша күн, қанша жылдар құрбан шалмай кетіп қалды дейсіз да. Ахмет деген бір бауырымыздың оқиғасын айтады бір үлкен кісі. Ахмет деген жігіт болған дейді. Бірақ айлыққа жұмыс істейді деген де қасқа. Сол айлығының бір бөлігін жаңағы құрбан шалғысы келіп кішкентайдан жинайды екен. Осы Құдай қаласа осы жыл құрбан айтта құрбан шалайыншы деп ертерек қамданып жинайды екен қасқа. Тура құрбан айтқа 2-3 күн қалған кезде жаңа несін ашса кәпенеген нормальный ақша тұр қойға жетеді. Қуанып қатын құрбан шаламыз биыл Құдай қаласа деп үйден мал базарға қарай кетеді бейшара. Ойында ештеңе жоқ қой, қайдан білсін.
мал базарға барады, ана мал базарда деген сауда ұрады ғой, енді 2-3 күн қалғанда білесіздер ғой, қой деген жаман кетеді. Ұрып атқан кезде мына Ахматтың жаңағы сатып алған малының мойнына емес мүйізіне байлап жіберген ғой жігіттер ше, жіпті. Бұл қайдан білсін? Мен сияқты біреу жаңағы малдың қай жеріне жіп байланатынын білмейді. Мүйізіне байлап алып ұрып келеді, қуанып келеді өзі жаңағыдай, құрбан шалам биыл деп. Сөйтіп жаңағы көшесіне кіріп, енді үйіне жақындаған кезде ана мүйізіндегі неден шығып кетеді ғой қой ше. Сөйтіп бір ашық тұрған воротаға қарай жүгіріп барып қой кіріп кетеді ше. Ашық тұрған үйге. Сөйтсе ашық тұрған үй бұл бір жесір апамыздың үйі екен. 5-6 баласы бар, көп балалы ана екен. Әр ай сайын көршілер көмектесіп тұрады екен да жаңағы. Мал беріп, тамақ беріп көмектесіп тұрады екен. Сонымен ана қой кіріп кетеді, Ахмат арттан емпілдеп жүгіріп келеді. Сөйтсе апамыз шығып келеді дейді, Ахмат, айналайын, Алла разы болсын. Құрбан айт жақындап қалды, не істейміз деп отыр едік деп. Құдайдан қайтсын бізге бергенің. Мына балалардың жаңағы несібесі шығар деп, сөйтіп шығып келеді дейді ғой апашка. Не дейсің ал енді? Жоқ, апа мен өзіме алып едім, қайттан тіштен етіп қайтта алып кетесің бе? Жоқ, қалды енді болды. Болды, апа қабыл болсын дейді ғой сол жерде. Ал енді үйге бар енді, үйден шығып кеткен кезде қой алам деп шығып кеткен ғой. Әйеліне да. Сонымен үйіне барады. Қой жоқ. Қой жоқ. Сөйлеген, қой алым деген қайда? Әне, саған бұйырмаған құрбан шалу. Қанша ақшаң босқа далаға құртып. Әне, көрдің бе? Әне. Әне деп жаңағыдай айтады ғой, сондай ғой енді. Сонымен бұда да настроен жоқ. Биылда қағылды құрбан шалудан. Құрбан айт күні таң намазына барады. Таң намазын оқиды, Аллаға дұғалады, я Алла, бір құрбан шалайық деп едік. Нәсіп болмады енді. Қабыл болсын енді. Мал кетті ғой енді соған. Қабыл болсын деп. Сөйтіп намаз оқып шығып келатса, есіктің алдында жаңағы бір бартовой уаз сияқты бірдеңе ма, газельмен ба бір қой алайық деп айқайлап жатыр дейді. Қой алайық, қане қой деп таң атпай қой сатты. Құрбан айтқа шалатында. Сонымен бұның Ахматтың ойында ештеңе жоқ. Братжан, айналайын, қойың қанша дейді ғой. Сосын анау айтады, қайсысы братан дейді ғой. Жоқ, қайсысы емес, просто қанша бағасын білейінші деген ғой. Айтсайшы братан, қайсысы мынау. Қойшы, кетші айтпай қой. Просто бағасын сұрап жатырмын қанша екенін. Братан, қайсысы енді айтсайшы, анау қоймайды дейді да жаңағы. Ұр деп тұрған адамда ұрмай жынсың ба деген бар ғой жаңағы. Мынау дейді ғой, дәу бір қой шығып тұр екен да, қошқарша мүйізімен қақиды. Ішіне көрініп тұрады өзі бір жаңағы. Жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек деген сияқты жаңағы, дәу бір қошқар көрініп. Мынау дейді ғой, мынау қанша? Десе, братан, бұл тегін сізге деп айтады дейді. Қой, неге? Биыл Алла тағалаға серт бербедім дейді. Нәзір деген нәрсе бар шариғатта. Уәде, Алламен уәделесің. Алла бүйтсең, мен сөйтем деген уәде бар. Бірақ көбісі ше, уәден береді, Алланы алдап кететіндер бар бізде ше, астағфирулла. Жоқ, бар, ондайлар бар, мен білем. Өзі келіп айтқан сөйтіп. Мен соны әлі істеген жоқпын. Аллаға айтып едім, Алла маған перзент берсең, бір түйені құрбандыққа шалам деп айтып едім дейді да. Перзентсіз жүрген кезде топырлатып берді перзент. Ана түйені енді сойғым келмей жүр дейді да, ақша. Ертең балаңды алып кетіп жатса ренжіме дедім Алла тағала. Өйстіп айту керек па саған деймін да. Аллаға берілген серт бұл адамға берілген серттен де ұлы болады. Аллаға өтірік уәде бермеңдер деп аяттарда да келеді бұл. Аллаға жалған серт бермеңдер. Мынау машалла екен жаңағы малды сататын жігіт бар ғой. Мына малымның санын осындайға жеткізіп берсең, Алла құрбан айт күні ең бірінші сұрап келген пендеңе бір қойды тегін берем деп айтқан екен. Таңдаған өзін. Қараса, әдемі саппа дене тағдыр. Мынау дейді, ана қой шығарып береді ғой. Жаңағы тегін дәу қошқар анау. Бұл жолы бірақ мойнына байлатып алған екен да жаңағы. Тағы мүйізіне байлатып. Бұдан да сонымен кетіп барады. Жүріс өзгеріп кеткен жаңағы Макгрегордың жүрісі сияқты. Қой дәу ғой енді. Есікті күнде қолмен ашып жүрген адам аяқпен ашқан ғой. Қатын деп ше. Если что, құрбан шалаламыз бізде деп ше.
сөйтіп құрбан шалған екен да. Жаңа Ахмад бауырымыз, Алла қабыл етсін. Көрдіңіздер ме? Алламен шыншыл болсаңыз, Алла өзі әкеп береді деген осы. Алла өзі алып шығады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан міне құрбан айт келе жатыр, Құдай қаласа бір айдан астам жетер жетпес уақыт қалды, или ровно бір ай қалып тұр. Биыл құрбан шалыңыздар иншалла. Құрбан шалыңыздар, етін таратыңыздар, немесе туған туыстың басын қосыңыздар. Әйтеуір құрбан шалыну керек ше. Өлдім ешкі. Ал кетті. Бұл үшінші күн деген Алла тағала таңдаған қасиетті үшінші күн. Бұл яумул фитр, яумул нахар. Бұл не екен? Құрбан шалынатын күн екен. Төртінші Алла тағала таңдаған күн бар. Бұл не екен, құрметті ағайындар? Ау? Ораза айт дейді. Дұрыс айтады, машалла. Қақтан айт дейді? Жоғарыдан ба, төменнен ба? Ораза айт екен, құрметті ағайындар. Міне кеше ораза айттан шықтық. Одан кейін Шәуәл болды. Шәуәлдің оразасын ұстадыңыздар, Алла қабыл етсін. Ораза күннің, оразаның құрметі өте күшті ғой негізі. Қаншама рет пендеге мүмкіндік береді Алла тағала кешірілуге ше. Не оразаны дұрыс ұстасаң кешірілесің дейді. Не оразаңда қате болып қалса, тарауық арқылы кешірілесің дейді. Тарауқыңда қате болып қалса, қадір түнін дұрыстап өткізсең кешірілесің дейді. Қадір түнде проблема болып қалса, ең соңғы түнінде кешірілесің дейді. Төртеуі де хадис қой. Пайғамбарымыздың хадисі. Ең соңғы түнде кешірілесің. Сахабалар сөйтті, Алланың елшісі, ол қадір түні ме? Жоқ, қадір түні емес дейді. Әрбір кісі өзінің жұмыс істегендегі ақысын ала ма, айдың соңында дәл сондай дейді. Қадір түні ол бөлек, мынау бөлек дейді. Ең соңғы түні кешіріледі дейді пенделер. Сөйтіп пенделері түн бітті, таңертең қайыққа бара жатыр? Айт намазына бара жатыр. Айт намазына бара жатқан кезде періштелер әр көшелерде айқайлайды дейді. Қарасаңыздар. Ораза ұстаған пенделерді сүйіншілеп көшелерде айқайлайды дейді. Ей, ораза ұстаған Алланың құлдары, я уммат Мұхаммад. Ей, ораза ұстаған Алланың құлдары, Алла тағала сіздерді кешірді деп айтады екен. Айқайлап жүрді дейді көшелердің бәрінде. Ораза ұстағандар дейді бірақ. Және не дейді? Алла сіздердің бұған дейінгі істеген жамандықтарыңызды жақсылыққа қарай өзгертті деп айтады дейді. Не деген нәрсе мұнан Құдай ма? Істеген жамандықтардың барлығы не қылып жіберді дейді? Жақсылыққа айналдырып жіберді дейді. Рамазанның және айттың құрметі үшін дейді. Міне Алла тағала таңдаған жаңағы күндердің төртеуі осы екен. Осы төрт күнге де құрметті бауырлар өте қатты мұқият сақ болуымыз керек. Біріншісі жұма, екіншісі арафат, үшіншісі құрбан айт, төртіншісі ораза айт екен. Қараңыздар. Алла таңдаған төрт күн осы екен. Алла таңдаған төрт ай бар дейді. Жаңа хабардың жалғасында айтады. Алла таңдаған төрт ай бар дейді. Ол төртеу бағана мен айтқан айлар. Міне біз соның біріншісінде отырмыз. Зүлқағда, Зүлхиджа, Мұхаррам, Ережеп. Төрт ай. Осы төрт айда жасалған жақсылықтар еселенеді, күнәлар да сондай дейді. Сондықтан мына төрт айда да ықтият, өте мұқият сақ болуымыз керек екен. Жалпы күнә деген нәрседен жалпы сақ болуға тырысуымыз керек қой негізі. Бізде ораза біткеннен бастап қуанады ғой бәрі. Бүйтіп соғылып тұрып жеп қалған сияқты да. Неге қуанып жатсың десе, қақсып қалдық дейді. Күнә істеуіне қуанайын деп жатыр адамдар. Сол дұрыс па енді мысалға? Не болды сонда? Рамазан үшін құлшылық қылдың ба? Дұрыс емес қой әлбетте. Көрдіңіздер ме? Сондықтан Рамазанда болсын, Рамазанның сыртында болсын, Алла тағаланың бақылап тұрғандығын ешқашан естен шығармау керек. Міне бұл төрт ай болатын болса, әммән нисау, төрт әйел бар дейді, төрт әйел бар дейді. Ай! Бізде шақтыда. Жоқ, Құдай сақтасын. Кетіп баратқан кісілер шақтыда нелері бар дейді. Жұмысқа барадыр дейді. Дұрыс қой, жұмысқа бару керек. Не айтып жатыр едім? Анан қарасай, осыны ұмытпай дейді. Енді сондай енді, Құдай сүйіп жаратқан қайтеміз енді. Бұл төрт әйел басқа екен. Біріншісі Әсия анамыз екен. Әсия анамыз, Фирғауынның әйелі екен. Бұл әйелдер
әлемдегі әйелдердің ханшайымдары деген атқа ие болған екен. Әлемдегі әйелдердің ханшайымдары. Бүкіл әйелдер осы төртеуіне қарап бой түзесін деген ғой. Қараңыздар. Біріншісі Әсия анамыз. Өзін құдаймын деген Фирғауынның әйелі болған. Соның қасында жатқан, ал не керек болды? Жаңа не дейді? Бірақ единственная война деп кеше айттым ғой. Мынау неке дейді да, некеу ғой, екеуі некелескен ғой енді, әйелі мен күйеуі. Біреу құдаймын дейді, біреу вообще Мұса пайғамбарға иман келтірген да. Бұл неке дейді да, жалғыз соғыс дейді. Жауыңмен бірге жататын дейді ғой. Мынау енді былайша айтқанда дұрыс емес қой анау. Өзін құдаймын деп тұрған адам болды ғой, кетті ғой, шығып кетті ғой. Ал ол әйелі вообще Мұса пайғамбарға иман келтірген. Сол әйелін қорлап, азаптап соңында өлтіреді, білесіздер Әсия анамызды. Бірақ Әсия анамыз машалла бүкіл әйелдерге өнеге ретінде жағдайларын қандай болса да иманнан бекіп ажырамаңдар деген екен. Соны көрсетіп кеткен екен ол кісі. Дүниеден өтейін деп жатқан кезде Алла тағалаға дұға, Раббым маған жәннаттан үйіңді салшы деген кезде Алла тағала көз алдына жәннаттағы үйін көрсетті дейді Әсия анамызға. Әсия анамыз өлімнің дәмін сезбей кетіп қалды дейді. Ана үйді көрді. Кетті ма Әсия анамыз? Біріншісі осы кісі екен. Екіншісі Мәриям анамыз екен. Имранның қызы Мәриям анамыз. Мәриям анамызды білесіздер, бұл кешеде айтқанмын, Мәриям деген сөздің қазақшасының өзі, үйлеріңізде қыздарыңыз бар ғой, Мәриям деген. Қазақшасы Құдайға берілген қыз деген қазақшасы. Мәриям деген қыз, аты қазақшасы осындай екен. Сол Мәриям анамыз сондай дәрежеге жеткен, әулиелікте қыстың күні жаздың күні қыстың жемістері бөлмесінде тұратын болған. Ғибадатханасында. Әулиелік карамат бұл. Немен жеткен? Тек Құдайға құлшылық қылумен жеткен. Мәриям анамыздың сенімі анау-мынау кісілердің сенімінің үстінде тұратын болған. Закария пайғамбар айтады ғой, Закария пайғамбардың өзі бөлмесіне кірген кезде таң қалады дейді ғой. Анна лаки хада я Мариям. Ей Мариям, мынаның бәрі қақтан келіп жатыр саған деп айтады дейді. Жаздың күні келсем қыстың жемісі тұрады. Қыстың күні келсем жаздың жемісі тұрады. Қақтан келіп жатыр мынаның бәрі саған, ей Мариям. Өзі пайғамбар анау Закария бар ғой. Алейхиссалам. Мен инде Раббина дейді. Раббымның құзырынан келіп жатыр дейді. Машалла. Сөйтеді Закария пайғамбар бірден дұға қылады. Раббым маған өзіңнің құзырынан бір перзент нәсіп етші. Қартайып қалған екен де сөйтсек Закария пайғамбар. Әйел де қартайып қалған екен. Алла тағала оның дұғасын қабыл қылып, періштелер жіберіп сүйіншілетеді. Сенің әйелің жүкті болады, босанады, есімін кім деп қоясың дейді? Яхия деп қоясың дейді. Алланың өзі атаған есімі Яхия. Сөйтіп шынымен Яхия деп қояды. Сонымен не болады? Закария пайғамбар Мәриям анамыздың себебімен, яқинның себебімен не істеген? Бұл енді Закария пайғамбардың яқин төмен деген нәрсе емес. Бір нәрсеге бір нәрсе себеп болып жатыр да. Перзентті болған. Бірақ өкінішке орай Яхияны да жас күнінде өлтіріп тастайды, фатуа бермедім деп жастайынан кетеді Яхия пайғамбар. Міне бұл екінші әйел екен Мәриям анамыз. Мәриям анамыз жалпы бұл үмметке сынақ негізінде, субханалла. Бізде Мәриям анамыз әкесіз Исаны дүниеге әкеледі. Еркекпен жанаспастан әкеледі Алла тағала. Білесіздер ғой, біз бірақ не деп айтпаймыз, өзгелер сияқты Мәриям Құдайдың әйелі деп айтпаймыз. Иса Құдайдың баласы. Алла ол нәрселердің барлығынан пәк Алла. Алла өзінің құдіретін көрсету үшін қартайып қалған әйелді жүкті қылып жатыр. Еркексіз де надыбуде шығарып бере аламыз деп жатыр Алла тағала. Біз ештеңеге мұқтаж емеспіз деп жатыр Алла тағала. Біздікі тек не? Күн фаякун. Бол деп айтамыз, бола салады дейді. Болды, қызық емес дейді бізге. Көрдіңіз бе? Аллаға ештеңе қиын емес оның барлығын жасау. Бірақ біздің өкінішке орай мына жерде неміз азайып кеткен? Сенім, иман азайып кеткен ғой бізде. Дұға қылып отқанның өзінде, біз бар ғой, дұға қылып отқанның өзінде қабыл бола ма, болмай ма деп дұға қыласың ғой. Қақтан қабыл болады ол? Дұғаны 100% қабыл болады деп қыл деп айтады әдебінде.
Болды, қабыл болмайды деген жоқ, болады деп қалады дейді тұған. Міне Мариям анамыздың сенімі сондай болған. Бүкіл нәрсе Алладан болатындығына иман келтірген. Біз әлі дұрыс соған жете алмай жатырмыз ше. Пайда да, зиян да, жақсылық та, жамандық да, саған келетін біреудің қиянаты да, жақсылығы да кім арқылы болады? Алладан басқа Алла қаламаса, маса да шыбын да қанатын қаға алмайды ғой. Алла рұқсат етпесе қаға алмайды олар. Не то, что маса шыбын, Алла қаламаса, шайтанның өзі сізді азғыра алмайды ғой. Шайтанның өзі адамды азғыру үшін бірінші Құдайдан рұқсат сұрайды, біліп алыңыздар. Көрдіңіз ба? Алланың рұқсатынсыз әлемде «Васи'a курсиюху самавати вал ард» оның ілімі көктер менен жердің барлығын қамтып тұрады дейді Алла Тағала. 1000 адам жабылып дейді пайғамбар, 1000 адам жабылып саған зиян істейміз десе, Алла қалағанша ғана зиян істейді дейді. 1000 адам жабылып пайда келеміз десе, Алла қалағанша ғана пайда келеді дейді. Көрдіңіз ба? Алланың жазғаннан артық ештеңе, кем ештеңе болмайды. Осы сенім мына жаққа кірмей жатыр, бауырлар. Кірмей жатыр. Енді кіргендер бар шығар, бірақ әлі де Құдайға деген сен. Бізде Құдайға ренжігіштер көп ше, Құдайға ренжі былай ше. Мен намаз оқыватырмын, что-то болмай жатыр. Ораза ұстаймын, что-то тағы да болмайды дейді. Алла туралы әрқашан пенде жақсы ойда болу керек. Ол сенің шаруаң бола ма, жүрмей ма, жүре ма, ол қызық емес. Жаңа екі балықшының қиссасында айттық қой, имам Абу-Лайс Самарқанди күшті әкеледі. Ол Құдайға ренжитіндер көп, соларға айтқан ғой негізі. Ана көп құдайшыл балықшымен Аллаға сенетін балықшының қиссасы бар. Көп құдайшыл азанда шығып бара жатыр, құдайларына сыйынып бара жатыр дейді. Құдайлары маған көмектесіңдер. Мен балыққа бара жатырмын, ризық несібеңді талпа дейді үйінде Құдай. Мүсіннен жасалған. Мынау көршісі, Раббым Алла, ризық сенен, міне балыққа шығып бара жатырмын, Алла Тағалам бала шағам ризық. Екеуі шықты. Құдайдың құдіреті, ана жақ көп құдайшыл қармақты тастаса болды, балық түседі дейді. Ой, Алла, анау көріп отыр енді, мына жанында отыр ғой. Бисмилла, Аллаху акбар деп қойып лақтырады, жоқ та. 2 рәкағат намаз оқиды, қайттан Алла, бисмилла, шоқ қой. Құдай сақтаған о кісіні бар ғой қайта. Ан жерде біз болсақ бар ғой жайлап. Жаңа құдайларын кім дедің сен? Аттарын жазып бере салшы, мен жайлап солардың несімен лақтыра берейін. Деу мүмкін ғой ан жерде. Анау слабый адам сөйтіп қалады ан жерде. Бейшара бұл кешкі шамға дейін үміт үзбеген ғой. Шамға таман жақындаған кезде бір балық түседі ғой крючокқа. Сөйтеді де ол балықты жаңа қармақтан ілігінен алып атса жаңағы инесінен. Ана балық патыр ұрып көлге қайттан түсіп кетеді. Ой, ойбай. Бұл точно кетесің енді анаған ше. Точно барады уақыт. Сонда да машалла. Мына істен періштелер қиналып кетті дейді Абу-Лайс Самарқанди айтады. Мына істен періштелер қиналып. Я Раббымыз мынау сен деп келді ғой дейді. Тым бермедің ғой деп айтады. Мынау саған сенбейтін біреуге беріп атсың ғой дейді Алла. Сонда Алла Тағала періштелерге айтты, мына пендемнің жәннаттағы үйін көріңдерші деп айтты дейді. Сөйтсе жарықтық ана балық түспеген момынға, мұсылманға Алла Тағала дәу зәулім болып жәннаттан үй салып жатыр екен дайындады. Неге? Да канса Алла туралы жақсы ойда қалып қойған екен да. Алла бүгін маған ризық бұйырмады, бірақ бәрібір мен сенің құлыңмын, сен менің Раббымсың деп сондай неде тұрған ғой анау ше. Енді мынаң тозақтағы үйін қарай ғой деп айтты періштелерге. Оттан жасалған үйін көрсетті дейді ананың ше. Көрдіңіз бе? Кейде өмірде сондай нәрселер болып қалады да. Ол солай ол. Өмір солай. Сыналмайым деп ойлама. Иман келтірдің ба? Болды. Өмір бақи сынақ. Бір Астанадағы бір ағамыз айтады, осы оқиғаны айтып жатсам, мә, осы оқиғаны айтқан жақсы болды дейді ше. Талай рет қуып кетесіздер мен дейді ше. Өйткен қасында басқа адамдар бар дейді енді. Ешкім дініне тиіспейсің ғой, бірақ білем дейді да олардың кім екенін. Кейде дейді да таң намазын жамағатпен оқисың дейді.
күн шыққанша күтіп ишрақты оқимын дейді да мешіттен. Сөйтіп үйге келіп шай тамақ ішіп алып духа оқимын дейді да 2 рекат. И базарға барғанша салауат айтып барамын дейді да. Сауда болмайды дейді ғой. Мыналардан жаман кетіп жатады дейді сауда ше. Сол ойлап қоямын дейді. Бағана таң намазы не болды жамағатпен оқып. Ишрақты айтшы шөлә күтіп отырып оққан. Мешіттен шығып қойып. Духа бар оның қасында. Салауаттарың бар. Не болып кетті мынау? Сөйтіп ой келіп жатады дейді да шайтаннан. Сондай ой. Сен бұл амалдарың что-то не то деген сияқты. Мә осы қиса жақсы болды дейді ғой. Үй дайындап жатыр деп өзің жұбатасың дейді да. Көрдіңіз ба? Міне сондай. Бұны жаңа неге айтып жатырмыз? Өйткені шаруасы жүрмей қалса, өзі ойлағаны болмай қалса, құлшылықты тастай салатын адамдар бар ғой кәдімгідей. Сонда сенімің кімге байланды сенің? Дүние арқылы байланып жатыр ма Аллаға? Алла ештеңені бермесе де Құдайға разы болып өтуің керек, денсаулықты бергендігі үшін ғой. Ештеңені бермесе де разы болып өтуің керек, иманды бергендігі үшін Алла Тағала. Дүниеде бай болып шалқып өмір сүру шарт емес. И бай болып өмір сүру бүкіл адамзатқа жазылмаған. Бізде бүкіл адамзат бай болып өмір сүру керек деп анау қудыртып жатыр қазір. Сондайлар бар қудыртатындар. Адам барлығы бай болып өмір сүру шарт емес, бірақ адамның барлығы Құдайға құл болып өмір сүру шарт. Осы негізгі факт, негізгі нәрсе осы. Көрдіңіз ба? Бай бар, біреу бай екен, ол Құдайға жақын екен деген сөз жоқ. Ондай нәрсе де жоқ. Біреу кедей екен, ол Құдайдан алыс екен деген де сөз жоқ. Оның вообще қатысы жоқ. Ештеңе қатысы жоқ. Біреуіне беріп сынап жатыр, біреуіне бермей сынап жатыр. Беріп сынап не істейді екен деп оны да көріп жатыр, тексеріп, бермей бұны да көріп жатыр да Алла Тағала. Аузынан не шығады екен деп пендем. Осылай өмір деген. Мен сондықтан жаңа Мариям анамыздың сенімі барлығымыздың жүрегімізге керек сенім ғой. Жаман қатты негізі алыстап кеттік Алладан ше. Қатты алыстап кеттік. Алланы тек арнайы уақыттарда, күндерде, түндерде ғана еске алатын пенделер болып бара жатқан сияқтымыз ше. Ондай емес. Енді бұның турасында әңгіме өте көп. Енді қазір мен қалған әйелдерді айтып жіберейін. 4-ші әйел бұл хадисте келген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің әйелі екен, Хадиша анамыз екен. Хадиша анамыз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның тікелей дінінің қалуына себепші болған әйел. Ислам дінінің қалуына себепші болған әйел бұл Хадиша анамыз, құрметті ағайындар. 3-ші ма? Нешінші дедім мен? 4 дедім ба? 3-ші әйелді айтып жатырмын. Бұл Хадиша анамыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның әйелі. Кәдімгідей пайғамбарға 10 жыл бойы, пайғамбарлық келген кезде 10 жыл қинады ғой, білесіздер ғой пайғамбарымызды. Істемеген. Сол 10 жылда жанынан табылып жұбаныш болған әйелі. Пайғамбарлық келмей тұрған кезде 2,5 жыл бойы таудың үстінде отқан, Хира тауының үстінде отқан кезде 2,5 жыл бойы тамақ тасыған әйелі осы. Таудан түсіп, қиналып, үйге Жабірейіл періштемен кездесіп, жүрегі жарылып, қорқып келген кезде жүрегін басқан әйелі Хадиша анамыз осы. Мұхаммед, сенікі не осы арман? Таудың төбесіне шығып алып, тамақ әкел. Құтырмай келсе үйге келіп же. Не ерігіп отырып па біз деп айтпайтын болған ғой Хадиша анамыз, көрдіңіздер ме? Әңгіме ләм-мим жоқ, пайғамбарымызға таңертең кешкісін 2 мезгіл тамақ тасып отқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды өйткені Алла Тағала жалғыз қалдырып дайындаған пайғамбарлыққа. 2,5 жыл бойы дайындаған. Сол 2,5 жыл бойы умраға барыңыздар ма десем, тағы да жоқ қой енді. Барсаңыздар көресіздер, анау Нұр тауы бар, Құран түскен тау. Былайынан тіп-тік мынайды. Қазір Құдайға шүкір лестница бар ол жерде. О кезде лестница жоқ. Жарықтық Хадиша анамыз 9 километрдей, 5 пен 9 километрдің арасында жүріп барып, ана таудың төбесіне дейін пайғамбарымызға тамақ алып баратын болған. Кейін тамағын тастап, әңгімелесіп, жүрегін басып, кейін кететін, кешкі тамақты таситын болған. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам. Сол үшін де Жабірейіл періште Хадиша анамыздың сол ісін бағалап, Алла Тағала бағалап, не деп айтты? Мұхаммед, қазір саған бір әйел келеді дейді, қолында сорпасы бар достар.
Сен оған сүйіншіле. Алланың сәлемін айт дейді. Алла сәлем айтып атыр дейді ол әйелге. Оның елшісі сәлем айтып атыр дейді. Кім ол? Мен, Жабірейіл айтып атыр сәлем дейді. Және оған үшінші нәрсені айт. Алла оған жәннаттан інжу, маржан, жақұттан ішінен сырты, сыртынан іші көрінетін үйді дайындап атыр дейді Алла тағала. Бағалады ғой. Алла бағалайды. Алла тағала сіздің қиналып құлшылық қылып жүргеніңізді біледі Алла тағала. Сіздің барынша харамнан сақталып, осыдан аулақ болайыншы ертең Алланың алдында қалай, оның барлық солай қиналып өмір сүріп жүргеніңізді біледі Алла тағала. Харамнан қашып, халалдың ішімен әйтеуір бүйтіп тікенектің үстінде жүргенде өмір сүріп жатқаныңызды Алла біледі сіздің. И соған сай бағалайды Алла ертең. Ешкімнің жақсылығын Алла жоғалтпайды. Көрдіңіздер ме? Құлшылықтың, мына қиналып істеп жатқан құлшылықтарыңыздың барлығының қиыншылығы кетеді. Ұмытылады қиыншылығы. Кеше Рамазанда өтпейтіндей болып көрінді ғой. Ойбай, бір ай бойы қалай өтті де кетіп қалды. Қиыншылығы кетті, бірақ сауабы мәңгілікке Алланың алдында қалды ғой. Дәл сол сияқты күнәнің да ләззаты кетеді, бірақ күнәсі Алланың алдында қалып қояды. Міне Хадиша анамызға Алланың үлкен сыйлығы дайындаған. Ане, сол нәрсесінің барлығын бағалады, сөйтті де Алла Тағала оған келе ғой, үйіме демала ғой деді ғой. Шаршадың, біз сені көрдік, Хадиша, қиналдың күйеуіңмен бірге, енді келе ғой, демала ғой деді. Хадиша анамыздың қиссасы талай әйелдерді тәубеге түсірген негізінде. Талай әйелдерді. Умрада отырсақ, бір апа осыны естігеннен кейін, ойбай, ұят болды, Нұрсұлтан, мен күйеуіме тамақты енді өзім апарып берем дейді. Күйеу охранник екен да, бұрын индрайверден ба бірдеңеден салып жібереді екен да. Дәл осындай сыйлық болатын болса, мен өзім апарам, жаяу апарам дейді күйеуімен. Көрдіңіздер ме? Жөндеп жатыр. Өзі өліп кетсе де Хадиша анамыз, өзінен кейінгі әйелдер жөндеп жатыр ғой. Просто айта алатын адам болса да. Міне бұл үшінші әйел екен. Алла Тағала таңдаған, бүкіл әлемге ғибрат қылған төртінші әйел бар. Бұл кім екен? Фатима екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның қызы Фатима екен. Фатима анамыз Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның көз қарашығы болған, көз айымы болған, көзіне қарашығы болған екен. Фатиманы ренжіткен, мені ренжіткен болады дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Фатиманы қуантқан, мені қуантқан болады дейді. Пайғамбардың көзіне қуаныш сыйлаған кім еді? Фатиманың балалары еді ғой. Жиын жақтан болған ұрпақтары. Тікелей өзінің баласы болмаған Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Өйткені баласы болса не болады ертең? Проблема басталады ертең. Құдай біледі Пайғамбардың баласы қандай болатын. Өйткені Нұхтың баласы кәпір болған ғой. Алла өліден тіріні, тіріден өліні шығарады. О баласы дұрыс болғанмен, баласынан шыққан баласы ертең не істеуі мүмкін? Менің атам пайғамбар болған, мен де пайғамбармын деп шығуы мүмкін ғой. Сол үшін еркектің барлығын ада қылған екен Алла Тағала. Көрдіңіздер ме? Міне Фатима анамыз Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның ең сүйікті кенже қызы, әлемдегі әйелдердің нешіншісі екен? Төртіншісі екен. Енді мына жерде тез төрт жағын айтып өтейін. Намаздың уақыты болып қапты. Жәннатқа ең бірінші болып кіретін төрт адам бар екен. Бұл дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Бұл ең бірінші мен дейді. Білесіздер, жәннат ол кісісіз ашылмайды, Пайғамбарымыз. Адам атаның өзі күтіп тұрады дейді. Ең бірінші жаратылған адам атама, адам атаның өзі Пайғамбарымыз және оның үмметі кіріп болғанша күтіп тұрады дейді. Содан кейін барып кіреді дейді олар. Пайғамбарымыздың үмметі адам ата, одан кейінгі 124 мың пайғамбар бәрі жәннатқа кіргеннен кейін, жәннаттың есігі жабылғаннан кейін Алла Тағала бүкіл жәннаттықтардың барлығын 120 сап қылып қояды дейді. Саптары 120, басы бар, соңы жоқ ана саптың. Сол саптың 80-і Мұхаммедтің үмметі болады екен саллаллаху алейхи уассалам. 20-сы ғана, 20-сымыз 40 күн ғой, 120-сы. 40-ы ғана бізге дейінгі 124 мың пайғамбардың үмметі болады екен. Ең көп тұрғындары кім екен? Сіздер менен біздер екен иншалла. Егер иманда бекем тұра алсақ. Міне сол ең бірінші болып мен кірем дейді, менен кейін артымша кім кіреді дейді?
парсыларды бастап Сәлман Фариси кіреді дейді. Осындайды естідіңіздер ма? Сәлман Фариси кіреді дейді пайғамбарымыз дейді. Парсыларды бастап Сәлман Фариси кіреді дейді. Румдықтарды бастап Сухайб ибн Синан ар-Руми кіреді дейді. Және оның артынша қара торлардың жаңағы туын ұстап кім кіреді дейді? Біләл кіреді. Осы төртеуі кіреді дейді. Енді бұны қазір әрқайсысына тоқталсақ, ойбай кетейін деп тұр сен. Әрқайсысы жеке-жеке тұлға бұлар. Бірақ соның ішінде именно тұлғасы, мына жерде айтайын, Сухайб ибн Синан, құрметті ағайындар. Сухайб ибн Синан танисыздар ғой? Ай, танымайды. Junior Винисиус ба? Кім еді? Соны танисыздар ма? Винисиус ба? Женисис деген сияқты екен, иә? Оны таниды енді. Реал Мадридте ойнайды өйткені. Мынаны танымайды деп, енді айта салайын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кімде-кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, Сухайб ибн Синанды танысын деп айтқан. Сухайб ибн Синан тану керек екен. Ол бар енді, қарап іздесеңіздер табасыздар. Ұзақ әңгіме. Ал енді жәннат күтіп отқан сағынышпен 4 кісі бар дейді. Ой. Жәннат сағынышпен күтіп отқан 4 кісі бар. Ашылған бойда ана 4-еуін күтеді дейді жәннат дейді. Өйткені бұйрық кімнен кеп қойған дейді? Алладан кеп қойған дейді. Ең біріншісі кім деп ойлайсыздар? Солай емес екен же. Ең біріншісі Али ибн Абу Талиб екен, субханалла. Жәннат сағынып күтіп отқан кісі Али ибн Абу Талиб дейді. Ол да ұзақ әңгіме тек білсін деп айтып жатыр, иә? Кейін ақтарып қарап аласыздар. Екіншісі дейді Сәлман Фариси дейді ғой. Ой, Алла, өзі анаяқтан бастап кіреді. Еще жәннат оны күтеді дейді. Неге күтеді дейді жәннат? Ақиқатты өмір бақи іздегендік үшін дейді. Ақиқатты өмір бақи іздеп, соңында келіп не істеді? Тапты ғой, пайғамбар тапты ғой, көрдіңіздер ме? Біздегі көбісі ақиқатты өтірік іздейді. Іздеп жүрген сияқты көрінеді да, бірақ іздемейді өтірік. Әкелсең ақиқат қабылданбайды да. Ақиқатты іздесең Сәлман Фариси сияқты ізде. Іздемесең ақиқатты іздеп жүрмін деп айтпа. Міне Сәлман Фариси ақиқатты іздеп өмірін жеткізді, Алла тағала тапты ғой. Енді жәннат оны ғашық болып күтіп отыр дейді. Үшіншісі дейді, вообще естімеген кісілер енді, мынау қызық кәдімгідей. Аммар ибн Ясир дейді. Аммар ибн Ясир деген сахаба, бұл исламдағы ең алғашқы шахидтердің отбасынан шыққан. Бұның анасы Сумайя деген, бұны Абу Жахил өлтіреді. Исламдағы ең алғашқы шахид әйел. Әкесін Абу Жахил тағы найза тығып өлтіреді, шахид еркек. Әкесі де шешесі де исламдағы ең тұңғыш шахидтер. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис бар. Енді Аммар ибн Ясирдің өмірбаяны күшті, оны айтатын болсақ кетесің. Бір хадис айтты. Аммарға қол көтергендер бұзықтар деп айтқан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Аммарды өлтіретіндер бұзықтар деп айтқан. Адамның қолынан өлген Аммар ибн Ясир. Адамның қолынан. Еще кімнің қолынан дейсіз ғой? Мұсылманның қолынан өлген ғой, субханалла. Аммарды өлтіретін адам бұзық адам деп айтқан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ол ұзақ енді кетеді қазір. Төртінші жәннат сағынып күтіп отқан төртінші кісі Миқдат ибн Асуад деген кісі екен. Миқдат деген сахаба. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның телехранителі ғой, енді былайша айтқанда, көлеңкесі болған. Көлеңкесі. Вообще тормоз ұстамайтын кісі болған деп айтайыншы, қазіргі заман тілімен торпеда болған ғой. Любой тема, Расулла, қандай тема, любой тема. Қайыққа жіберші мен дейді. Осындай болған. Миқдат ибн Асуад деген сахаба. Бәдірде сахабалар не істейміз? Ойбай, біздің санымыз 313 қой, өле, аналар 1000 екен. Не істейміз? Жайлап қайтамыз ба? Не істейміз деп тұрғанда Миқдат шығып айтқан ғой. Я Расулла, не істейміз? Давай, кеп тұрып қой. Қазір Қызыл теңізге сүңгейтін болсаң, артынша сүңгейміз қазір. Бізге бәрібір дейді. Сенен кейінгі өмір емес бізге дейді, я Расулла. Давай, не істейміз? Өйстіп пайғамбарымызға кәдімгідей не берген дейді? Жігер беріп, Бәдірде жеңіп шыққан ғой Миқдат ибн Асуад деген сахаба. Миқдаттың сөзіне Құдай не жіберген дейді? Періштелер жіберген дейді ғой, субханалла.
Бәдірде білесіздер ғой, періштелер келіп көмектеседі. Мәйіттердің арасын ақтарған кезде арқасы отпен күйіп өлген мүшриктер жатады. Ешкім от алып шықпаған ол жерге, бірақ періштелер тозақтың жасалған қамшымен келіп ұрып өлтірген мүшриктерді. Міне сондай осы 4 сахабаны жәннат енді миқтатта да күтіп отыр дейді. Субханалла. Пайғамбарымызға моральны, материальны поддержка бергендер ғой. Енді пайғамбар жоқ, кімге береміз поддержканы? Алланың дініне бересіз қияметке дейін. Алланың діні қалды қияметке дейін. Міне ғалымдар, ғұламалар пайғамбарлардың мирасқорлары деді, дұрыс па? Пайғамбарға жақсылық істей алмай қалдың ба, кімге жаса деді? Оның мирасқорына жаса деп жатыр. Кім ол мирасқор? Мирасқоры ғалымдар, пайғамбардың сүннетін, өзін, оның дінін тірілтіп жүргендер дейді, насихаттап жүргендер. Дұрыс па? Дұрыс емес па? Солай. Сондай, енді жақтырмайтын шығарсыздар, өздеріне ұпай жинап отырмайды, бірақ сондай. Алла разы болсын. Алла Тағала пайдалы білім берсін. Әйтеуір аман есен құрбан айтқа жетіп, құрбан шалуды нәсіп етсін. Қажылық жасауды нәсіп етсін баршамызға. Алла Тағала қажылық. Ойланып бір қараңыздар, үйге барып ақшаны көріңіздер, 3,5 миллионға жете ме екен деген сияқты. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Алла Тағала мынау бауырларымыздың, ағаларымыздың мешітке басып келген қадамдарына Алла берекеттер бер. Алла Тағала отбасына амандық, дендеріне саулық бер. Иманда, исламда қадамдарын бекемде нық қыла көр. Я Раббым Алла, біздерге әрқашан өзің сүйетін амалдар жасауға жәрдем мен сәттілік бер. Алла Тағалам біздерді өміріміздің ақырына дейін иман мен ислам мен өмір сүріп, Алла Тағалам амал дәптерлеріміздің оң жағымыздан келуімізді баршамызға нәсіп ете көр. Раббым Алла Тағалам елдің ішіне ауызбіршілік, татулық бер. Ішін даудан, елдің сыртын жаудан Алла өзің сақтағайсың. Раббым Алла Тағалам мұсылман жұртшылығына ауызбіршілік, татулық бер. Я Раббым Алла, сахабалардың заманында бір-бірімізге шынайылық пен мейірім, махаббат бер, шынайы достықты нәсіп ете көр. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Бирахматика я архамар рахим.